Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, осы видеоны толық көріп, ұнап жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін оразаның 20-шы күні ауызашарға ыстық тағам, яғни паттайский тағамын әзірлейтін боламын. Жасалуы өте қарапайым. Ең алдымен етті осылай жұқа етіп турап аламыз. Етімізді жуып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Еттің сөлі шыққанша қуырамыз. Енді көкөністерді турауға кірісеміз. Үлкен бір пиязды алып, осылай ірі етіп турап аламыз. Сәбізді де ұзыншалап тураймыз. Және болгар бұрышында ұсақтамай ірі етіп турап шығамыз. Осы тағамға қажетті заттардың барлығын описание бөлімінде қалдырып қойдым. Еттің үстіне пиязды салып, сәл ғана қызартып қуырып аламыз. Одан кейін үстіне сәбізді саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және бір лав жапырағын салып, аз ғана қуырып аламыз. Үстіне жарты кеседе ыстық су құйып, орташа отта 25 минуттай бұқтырып аламыз. Енді гарнирді жасауға кірісеміз. Күрішімізді суға салып қоймай, осылай бірнеше қайтара салқын суға жуып, суын төгіп, осылай кептіріп аламыз. Сәл ғана сұйық майға күрішті 1 минуттай қуырып аламыз. Осылай араластыра отырып қуырып аламыз. Кішкене қуырылы, осылай сарғая бастаған кезде үстіне 2,5 кесе ыстық су құйып, ең бірінші 1-2 минуттай қатты қайнатып, одан кейін өте баяу отта, қақпағын ашпай 30 минутта пісіріп аламыз. Огурцыды де осылай ұзыншалап турап алдым. Енді еттің үстіне болгар бұрышын және огурцыды салып, 2 ас қасық соя соусын қосып, 7-8 минуттай бұқтырып аламыз. Міне осымен тағамымыз дайын болды. Күрішімізді кесеге салып, төңкеріп, жан-жағына ет қосылған көкөністерді салып, осылай әдемі етіп ұсынамыз. Видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.